Соңғы кездері ғаламторда археологиялық қазба жұмыстары кезінде табылған алып адамдардың қаңқалары жайлы хабарлардан көзіміз сүрінетін болды. Сол деректерге сүйенетін болсақ, ежелгі адамдардың бойлары анағұрлым ұзын әрі денелі, сондай-ақ күш-қуат жағынан бізден әлдеқайда мықты, ұзақ өмір сүрген делінеді. Бұл қаңқалар жер шарының әртүрлі жерлерінен табылып жатыр. Оңтүстік Африка, Австралия, Египет, Германия, Қытай, Кавказ, Эквадор, Чили, Перу, Индия, тағы да басқа. Алғашқы қаңқалар 19 ғасырдың соңғы ширегінде табыла бастады. Сондай-ақ ғалымдар жер бетіндегі алып архитектуралық құрылыстарды сол өркениеттерден қалған іздер деп топшылайды. Әйтпесе, мұндай күрделі құрылыстарды баяғы замандағы адамдар ешқандай технологияның көмегінсіз қалай салуы мүмкін деген тұжырымға келіп отыр. Мысалы, пирамидалардың құрылысының сыры әлі күнге дейін ашылмады. Қанша дегенмен бұл ғалымдар арасындағы даулы мәселе. Ортодокстік көзқарастағы ғалымдар мұны жоққа шығарады. Тіпті мұны растайтын археологиялық қазба жұмыстарынан табылған қаңқаларды халықтан жасырып отыр деген хабарлар да кездеседі. Себебі бұл жаңалық біріншіден Чарльз Дарвиннің эволюциялық теориясын күмәнға қалдырады. Сондай-ақ динозаврларға қатысты теорияның да іргесін құлатады. Яғни тарихты қайта жазуға тура келеді. Екіншіден, ұжымдасқан элиталар үшін атеистік идеология өте тиімді. Атеизмнің негізгі іргетасын дарвинизм құрайды. Сол себепті бұл мағлұматтар барынша жасырын ұсталынып отыр. Ерте ме, кеш пе шындықтың беті ашылады. Қалғаны уақыттың еншісінде. Болжамдар мен теорияларды бір сәт шетке ысырып, факттерге назар аударайық. Әлем бойынша дүниенің түкпір-түкпірінде алып денелі адамдар Гиннес рекордтар кітабына еніп жатады. Жалпы, әлемдегі тіркелген ең ұзын адам Роберт Уотлоу. Бойы 2 метр 72 сантиметр. Жоғарыдағы мәліметтермен салыстыратын болсақ, бұл мүлде таңғаларлық дүние емес деуге болады. Абу Хурайрадан жеткен хабарда Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, Алла адамның бойын 60 шынтақ қылып жаратты. Сосын адамдардың бойы қазіргі уақытқа дейін тоқтаусыз кішірейді деп айтқан. Бір шынтақ 0,5 метр екенін ескерсек, 60 шынтақ 30 метрді құрайды. Яғни алғашқы жаратылған адам алейхиссалам пайғамбар өте бойшаң әрі физикалық мүмкіндіктері жағынан әлдеқайда күшті болған. Әрбір буын ауысқан сайын адам ұрпақтарының бойлары қысқарып, бүгінгі таңдағы қалыпты көрсеткішке келді. Тіпті ежелгі адамдардың өмір сүру жасы да ұзақ болғаны Құранда хабарланады. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. Сондай-ақ қасиетті Құранда көптеген қауымдардың Аллаға қарсы келгені үшін жоқ болғаны хабарланады. Солардың бірі Ад қауымы. Алла оларды Нұх қауымынан кейін жер бетіне орынбасар қылады. Жаратылыс жағынан анағұрлым артық, яғни бойшаң әрі мықты етеді. Олардың биік қамалдар тұрғызғаны, сондай-ақ басқа қауымдардан артықшылығы ерекше сипатталады. Бірақ уақыт өте азғындалып, шектен шығады. Алланың ескертулеріне құлақ аспайды. Ақыр соңында Алла оларға қаһарын төгеді. Жер бетінен жоқ болады. Жоғарыдағы табылып жатқан алып адамдардың қаңқалары мен күрделі тарихи құрылыстар осы қауымдардан қалған деп топшылауға болады. Алайда ақиқат тек Аллаға аян. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى
ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى